Биылғы бір отбасы бір кітап облыстық кітап оқу акциясы аясында отбасылық оқу Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдық мерейтойында мектеп кітапханасында көптеген шаралар өткізілді. Отбасылық кітап оқу арқылы баланың ой-өрісін, ойлау қабілетін арттыру, отбасымен бос уақытын бірге өткізудің пайдасының зор екендігін білуі. Қазақ халқының тарихында Ыбырай Алтынсариннің орны ерекше. Ол қазақтың тұңғыш педагогы, қазақ даласында бірінші рет мектеп ұйымдастырып, қазақ жастарына білімнің есігін ашты. Ұлы ағартушы Ыбырай Алтынсариннің шығармаларын жас оқырмандар отбасымен бірге оқып, өлеңдерін жатқа айтты. Мектепалды даярлық тобының оқушылары Азат пен Айсұлу Айсұлтандар отбасы Ыбырай Алтынсариннің Ешкі мен түлкі ертегісі желісінде қойылым түсірсе, Жұмағали Бақдәулет Кел балалар оқылық, Арман Айдария Ананың сүйуі, Азаматұлы Азат Кел балалар оқылық, Қайролла Назар Әй достарым шығармаларын отбасымен бірге оқыды. Орта буын 5-ші сыныптар арасында оқушылармен Zoom платформасы арқылы Ыбырай Алтынсариннің Әке мен бала, Түлкі мен ешкі, Атымтай Жомарт, Тазабұлақ әңгімелерінен бук-триллер өткізілді. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық. Осы өлең жолдарын оқығанда адамды мектепке тартып тұратын бір жуық бар сияқты. Ыбырай Алтынсариннің мына өлең жолдарында қазіргі заманды бейнелеп тұрғандай. Өнер білім бар жұрттар, тастан сарай салғызды. Айшылық алыс жерлерден көзіңді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызды. Ыбырай Алтынсарин 19 ғасырда өмір сүрген. Қазіргі Қостанай облысына дүниеге келіп, Елек, Қостанай, Торғай, Ырғыз уездерінде алғаш рет 2 сыныптық қазақ мектептері, Орскіде бастауыш мектептер үшін қазақ жастарын оқытушылар даярлайтын мұғалімдер мектебін ашады. Ол кісі қазақ жастары арасынан экономика, ауыл шаруашылығы, қолөнер салаларының қажетті мамандықтар даярлайтын училищелерін ашады. Ол қазақ қыздар үшін Ақтөбеде, Торғайда, Қостанайда мектеп-интернаттарын ашқан. Бүкіл өмірін ұстаздыққа арнап, балаларды оқу білімге шақырып, өлең, ертегі, әңгімелер жазған. Алғаш рет қазақ хрестоматиясы оқулығын құрастырған. Қазақ даласында тұңғыш рет мектеп ашқан Ыбырай Алтынсариннің келешек ұрпақ үшін атқарған еңбегі күні бүгінге дейін еш маңызын жойған жоқ. Оның шығармаларының негізгі тақырыптары өнер білім, адамгершілік, махаббат, достық, еңбек, мейірімділік, әдептілік, табиғат. Мен оның талаптың пайдасы, әке мен бала, шеше мен бала, аурудан аяған күштірек, әдеп, бай баласы мен жарлы баласы, бақша ағаштары, Тазабұлақ сынды көптеген шығармаларын оқыды. Қорыта келгенде, айтпағымыз біріншіден Ыбырай Алтынсариннің ағартушылық қызметінің тағылымы мен шығармашылық мұралары ұрпақ үшін баға жетпес рухани байлық болып қала берді. Екіншіден, Ыбырай Алтынсариннің өмірі мен саяси қоғамдық қызметінің тарихы ұрпаққа елжандылық пен отаншылдықтың үлгісі. Ыбырай Алтынсариннің өмірі мен саяси қоғамдық қызметінің тарихын ұрпаққа насихаттау біздің парызымыз болып қала береді.